Достар, Ұлытаудан 2 шақырым қашықтықта орналасқан Бесоба мұртты қорғанында қазба жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол археологиялық қазба жұмыстарымен толығырақ таныс болайық. 1946 жылы Әлкей Марғұлан бастаған орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы Ұлытау өңіріндегі мұртты обаларды мақсат түрде зерттеген алғашқы экспедициялардың бірі саналады. Ол алғашында мұртты обаларды күн типтес қорғандар немесе күн сәулелі құрылыстар деп атаған. Мінекей сол Әлкей Марғұлан бастаған орталық Қазақстан археологиялық экспедициясына биыл 80 жыл толып отыр. Осыған сәйкес бұл жерлерге археологиялық қазба жұмыстары жүргізілуде. Бесоба дейтін ескерткіштің басында тұрмыз. Өзі Ұлытау өңіріндегі ерекше бір құрылысы ерекше, жалпы оның тарихи маңызы ерекше. Негізі құмыран түбі емес, беті кейін әлде әшейін ритуал үшін. Бұл ескерткіштерді жерлеу орны емес, негізінен ғұрыптық діни кешендер деп қарастырған. Мұнда күнге табыну, құрбандық шалу және діни рәсімдер өткізілген. Кейінгі зерттеулер бұл пікірді толықтыра түсті. Сол уақыттарда Ұлытаудағы мұртты обаларды зерттеу барысында көмір, күл қалдықтары, қыш ыдыс сынықтары табылған. Бұл деректер мұнда от жағу және құрбандық шалу рәсімдері жасалғанын көрсетеді деп пайымдалған. Біз далалық зерттеу қазба жұмыстарымызды Ұлытау өңіріндегі Бесоба деп аталатын мұртты обалар аумағында жүргізіп жатырмыз. Ескерткіштің негізгі бөлігін құрайтын 5 обал бар. Атауы соған байланысты айтылады. Енді зерттеу барысына келсек, негізгі обалар мен мұрттары тазартылып, толығымен ашылды. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп тұрғандай қыш ыдыстар мен жебе ұштары табылды. Бұндай заттар әдетте ерте көшпенділердің ғұрыптық орындарында жиі кездеседі. Дегенмен нақты қорытындылар тек зертханалық талдаулардан кейін барып жасалатын болады, дейді археолог Мейіржан Қызырханұлы. Қорыта айтқанда, Ұлытаудағы мұртты обалар халқымыздың көне дүниетанымы мен рухани мәдениетінен сыр шертетін бірегей тарихи археологиялық ескерткіш. Бүгінде бұл аумаққа абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, ескерткіштің айналасы қоршаумен қоршалып, келушілерге қолайлы жағдай жасау жоспарлануда.